Эко мамасының көрермендеріне бір сәлем. Қыздар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен керемет, өте дәмді панкейки рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасаңыздар, бірге болыңыздар. Ұнаса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Қыздар, бір жұмыртқамызды салып, үстіне жылы сүтімізді қосамыз. Сүтіңіз жылы болу керек міндетті түрде. Яғни тұзымызды қостық, песогымызды, сахарымызды қостық. Жақсылап араластырып, көргендеріңіздер ұнға бірінші қопсытқышымызды араластырып аламыз. Содан кейін барып жайлап ұнымызды қоса отырып, қолымызбен жаңағы вилкамызбен араластырамыз. Үстіне жылытылған ерітілген сары май қостым. Жақсылап араластырамыз. Комочка қалып қоймасын, қыздар. Енді таңғы асқа күшті ғой, тез дайындалады. Тіпті балдар да керемет жейді. Қараңыздар, мұнда деген табаны майламаймыз, көріп тұрғандарыңыздай. Майламаймыз, майлап қажеті жоқ. Осылай жаймен қызып тұрған табада осындай тесік болып шығады. Әдемі, қараңдаш. Дәл осылай болып шығады сіздерде. Өте керемет. Әсемдеп қойсаңыздар болады. Үстіне ерітілген шоколадты да құюға болады. Я болмаса вареный сгущенканы да болады. Мен вареный сгущенканы қостым үстіне, көріп тұрғандарыңыздай. Әсемдейсіз, өзіңіз білесіз, қандай жеміспен әсемдесеңіз де өте дәмді болып шығады, қыздар. Сөз жоқ, керемет. Жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қоңырауды басып қойыңыздар.